Оқушылар, біздің келесі сабағымыз әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не ауыр, не жеңіл деп аталады. Тараудың аты ғарышқа саяхат. Сабақтағы мақсатымыз түрлі дерек көздерден қажетті ақпараттар табу, өңдеу және тұжырым жасау, және себеп салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету. Балалар, салмақсыздық дегенді сендер қалай түсінесіздер? Өзіңнің пікіріңді бөлсекші кәне. Мына пікірлерге сендер сенесіңдер ме? Менің салмағым жоқ. Су тамшылары жерге емес, жоғары қарай ұшып, төбеге жабысып қалады. Қалпағым басымнан ұшып кете береді. Өзіңнің пікіріңді дәптеріңе көркем, сауатты, қатесіз етіп жаз. Келесі тапсырма. Балалар, суретке назар аударайық. Мұқият көңіл бөлейік суретке. Тапсырма. Адам қалай осындай күйге түседі? Өзіңнің жауабыңды тағы да дәптеріңе жазып қоя ғой. Енді балалар, оқулыққа назар аударайықшы. Оқулықтағы ғарыштағы салмақсыздық деген тақырыпты қарайық. Жақсылап мәтінмен танысайық балалар. Мәтінді оқып алыңыздар. Ықшамдап алынған. Сіздерге оқуға уақыт беремін. Жарайсыздар балалар. Енді мәтінде балалар, бұл мәтінде Юрий Гагариннің ғарышқа сапары кезіндегі оқиға баяндалған. Басынан өткен оқиғасы туралы баяндалған, иә? Салмақсыздық, ғарыштағы біздің ғаламшарымыздың дөңгелек шар тәрізді екені, ғарышта адамның қандай күйде болатындығын білуге болады бұл мәтіннен. Ғарыш кемесінде де жұмыс жасауға, тамақтануға болатындығы, ондағы заттардың бір орында тұрмайтындығы туралы айтылған екен мәтінде. Мәтінді қазақ тіліне аударған Шәріпов және Ыдырысов деген ағаларымыз екен балалар. Ендеше балалар, мәтінді жақсылап түсініп оқып алыңыздар және өздеріңіз үйіндегі адамға мазмұнын айтып беріңіздер. Келесі мәтіндегі түсініксіз сөздер. Циолковский дейді, балалар, мәтінде Циолковский деген атау кездеседі. Константин Эдуардович Циолковский деген ғарышты игерудің негізін салушы ғалым екен. Және жердегілер деген бұл жерде ұшуды басқару орталығын білдіріп тұр екен. Келесі тапсырмамыз ізден, сұра, зертке деп аталады. Автордың салмақсыздық жағдайы мен жерді сипаттауынан теңеу, эпитет сөздерді тауып дәптерге жаз. Яғни мәтінмен жұмыс жасаймыз балалар, иә? Салмақсыздық туралы теңеу сөздерін, эпитет сөздерін дәптерге жазып қойыңыздар. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыбымызда, сабағымызда мәтінде сен үшін не қызық, не қиын, не қажет болды? Үйге тапсырма. Ғарыштағы салмақсыздық тақырыбы бойынша өзің түсінгеніңді мазмұнда. Оқулықтағы сурет бойынша өз ойыңды жаз. Ендеше балалар, сабағымыз аяқталды. Мен сіздердің тапсырмаларыңызды күтемін. Сау болыңыздар.